Саламатсыздар ма, құрметті бухгалтерлер. Бүгін біз 1С программасында акт о показании услуг немесе акты полных работ, яғни қысқаша АВР дейді, соны қалай шығару керек, соны көретін боламыз. Продажаның ішінде реализация таямыз услуги. Ол сіз қызмет көрсеткен кезде шығарылатын документ, яғни құжат, сіздің қызмет көрсеткеніңізді растайтын құжат. Реализацияны басасыз, услуги актты басамыз, немесе товармен бірге услуга келген болса, оны товары услуги дегенді басамыз. Мына жерде бір дайын документ бар, сол арқылы көрсете салайын мен. Датасын қоямыз, қай контрагентке услуга көрсетесіз, соны қоясыз, қандай договор бойынша. Негізі TMZ вкладкасынан товарларды енгізіп шығасыз, ал услуганы көрсететін қызметіңізді услуги вкладкасынан енгізесіз. Астына көрсететін услугаңыздың атауы, саны, бағасы, суммасы, НДС бар жоғы, қандай табыс түріне жатады, соның шотын барлығын қойып шығасыз. Және де астына, ең астына шот фактураңызды тіркейсіз. Ары қарай печатьті басып, расходная накладная деген, бұл жерде егер товар сатумен қатар қызметті көрсетсеңіз, онда екеуі де бірге шығады. Мына үшеу товар болса, штука деп тұр, өлшем бірлігі. Диагностика транспортный средства деген бұл қызмет, услуга. Мына байқап қарасаңыз, өлшем бірлігі одна услуга. Ал егер құр акттың өзі керек, услуга өзі ғана шығу керек дейтін болсаңыз, онда акт об оказании услуг шығарып бересіз. Мына сіздің қызмет көрсеткеніңізді растайтын құжат, печать кнопкасын басып принтерден шығарасыз, немесе мына кнопканы басу арқылы PDF немесе Word формат түрінде өзіңізге сақтап алып саңыз болады. Мына жерге қол қояды, астына МП деген жерлерге печать басылады. Немесе АВР шығарсаңыз болады. Акт полных работ деген. Бұл да қызмет көрсетілген кезде немесе жұмыс орындалған кезде шығарылатын құжат. Егер де шот фактураны бумажный вариантта сұрап жатса, осы жерден шығарып аласыз. Мінекей. Ал электронный вариантын SF.gov сайты арқылы жібереміз. Ол туралы алдағы уақытта өтетін боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі ақпарат пайдалы болған болса, сіздер үшін қуаныштымыз. Кездескенше сау саламатта болыңыздар.